Осы сабағымызда енді суретпен істеуді көреміз. Біздерде мына 3 суретіміз бар. Соны Word файлға қоюды үйренейік. Қараңыз, суретті қоятын болсаңыз, аңсат мына суретті алып барасыз, мышканы шеп жағын басып тұрасыз мына жерге. Енді шеп жағын жіберсеңіз, енді мына жерге қойылады. Көрдіңіз ба? Шеп жағын алып басып тұрасыз, бастыңыз қимылдататын болды. Мына жерге қалеген жерге апарасыз, жібересіз. Сондай қылып сурет қойылады мына жерге. Енді қараңыз, суретті қоятын бірінші жолын көрдік, енді екінші жолын көретін болсаңыз, қараң, суреттің үстіне басасыз. Мына жерден ізге қайтарайын, мынау керек емес. Суреттің үстіне бастық, міне. Суреттің үстіне бастық. Енді Ctrl-C деген комбинацияны пайдаланамыз. Ctrl-C деген копировать деген нұсқалап болады. Мына ямаса мышканың оң жағын басып, копировать деген сайлап аламыз. Копировать. Көрсетіп тұрыпты міне, Ctrl-C деген. Копировать деген бастым. Енді мына жерге апараман мышканы қалаған жерге. Ctrl-V деген комбинациясын басаман. Ctrl-V. Сонда сурет қойылады. Енді сурет қойылған уақытта мына жерде үстіне бассаңыз, мына суреттің үстіне бассаңыз, мына точкалар шықты, көрдіңіз ба? Мына точкалар, мына точка. Оны былай кішейтсем болады, үлкейтсем болады. Былай тартаман, шеп жағын басаман, жоғарға үлкейтемін, кішейтемін, ямаса сопақ қыламан, мынандай алып өзіме қолай форматта қойып аламан. Көрдіңіз ба? Енді суретті қараң. Сурет қойылды, мына жерде енді суретіңіз мына текстің ішінде тұрыпты да, суретіңіз текстің ішінде тұрыпты. Суретті қимылдата алу үшін, қараң, мына жерде суреттің ішінде формат рисунка деген зат шығады. Суреттің үстіне бассаңыз, формат рисунканы жоғары қарап тұрың, жақсылап. Суреттің үстіне басаман, формат рисунка деген шықты, көрдіңіз ба? Соған басаман, сол жерде положение деген зат бар. Положение дегенде любой біреуін қалеген сайласаңыз, не? Енді мынандай болып суретті былай қимылдатсаңыз болады. Қалеген жерге қойып қойсаңыз болады. Бірақ қараң, суретті қимылдатып, бірақ сурет текстің ішінде тұрыпты. Бұл обтекание текстім деген текстің ішінде тұрған текст сурет. Яғни оны өзгертетін болсам, міне, мына жерде в тексте деп тұрыпты. Біз баста мына жерде енді по контуру қалеген жоғары сверху внизу десем болады. Сверху снизу десем, міне қараң, тек жоғарысында төменде болады текст. Көрдіңіз ба? Мына жерде за текстім деген бар, текстің артында тұратын, міне, сурет текстің артында фон болып тұрады, міне. Осындай алып, әртүрлі вариантлар. Перед текстім деген бар, текстің үстінде тұратын вариант қылсақ болады. Осындай алып, копировать, вставить, үлкейтіп, кішейтіп, әртүрлі вариантларын сайлап, мына жерде стиль рисунков дегенде мынандай форматларды сайласаңыз, әртүрлі форматты сайласаңыз болады. Онда қиын зат емес. Енді мына жерде осы суретіңіз бар, осыны нұсқалайтын болсаңыз, үстіне бастыңыз ғой, міне. Ctrl-C дейсіз, Ctrl-C деген комбинацияға жазылып тұрыпты, міне, Ctrl+C. Қалеген жерге барасыз, Ctrl-V дейсіз. Көрдіңіз ба? Суретіңіз мына жерге қойылды. Қалеген жерге қойылып жатырды. Осындай Ctrl-C, Ctrl-V деген комбинациясымен істей бересіз. Енді қараң, суретті тек формат рисунка мына жерде сверху снизу деп қояйын. Суретіңіз сіздерде әрдайым компьютерде тайын тұрмайды. Суретіңіз интернетте тұруы мүмкін. Интернетте дегенде интернеттен сурет алуды керек. Мысалы қараң, мына жерде браузер бар. Мен Chrome браузерден пайдаланамын интернетке кіру үшін. Chrome браузердан мына жерде поиск дегенде қалеген бір суретті жазамын. Мысалы ромашка деп жазамын. Ромашка. Мына жерде суретлер шықты, көрдіңіз ба? Мына жерде суретлер шықты, картинка дегенде. Любой бір суреттің үстіне басаман. Мына жерде сурет тұрыпты. Осыны нұсқалап алуым керек суретімді. Оның үшін мен қараң, оң жағын басамын, мышканың оң жағын бастым. Мына жерде копировать картинку деген, ямысы копировать изображение. Әр бір браузерда әртүрлі жазулы болып тұрады. Копировать картинку дегенге басаман. Мына жерде бір мынаны ашаман. Енді мына жерге қояман. Вставить деген Ctrl+V. Ctrl+V деген комбинация. Осы жерде қойылу керек. Так, суретім қойылмай қалды. Оны не үшін қойылмай қалды? Қайттан көрейік, қане. Басқа суретті алайық. Мына жерде копировать изображение деген. Копировать картинку. Қалеген жерде Ctrl+V. Мына жерде қойылды енді. Осындай қылып суретті қойдық. Ctrl-C, Ctrl+V. Қимылдататын болсаңыз, формат рисунка, мына жерде сверху снизу, кейін положение деп қойсаңыз болады. Қалеген форматта қойып аласыз. Қайттан бірме-бір көрейін. Мысалы, суретті енді мына Edge деген көп компьютерларда мына браузер болуы мүмкін да. Мына жерде енді мынаны алып көремін.
Так, мына жерге жазамын, мисалы кайраген бир сүрөттүн атын жазамын. Мисалы матрица деп жазамын. Матрица. Матрица дегенде шығу керек. Мына жерде картинки деген болады. Картинки дегенге барамын. Мына жерде үстүнө бастым, мышканын оң жагын бастым. Эми кандай копировать картинку деді, мына жерде копировать изображение деген бар. Соны сайлаймын, сайладым. Эми Wordка барамын, мына жерге Ctrl-V деп коямын, кайраген жериме коямын. Сүрөттү үлкейтип, кичейтип, мынага үлкейтип, кичейтемин. Мына жерде формат рисунка деп, мисалы перед текстом или за текстом, сверху снизу десеңиз болот. Сверху снизу текст үстүндө турады, за текстом деген артында турады, эмне? Артында турады. Мына жерде перед текстом деп койсаңыз болот, үстүндө туратын кылып койсаңыз болот. Кайраген форматта, кайраген жериңизге коюп істей бересиз. Ушундай копировать этемин, копировать этип, и мына жерге де коюп койсом болот сүрөтүмдү. Ушундай кылып коюп коясыз сиздер да сүрөтүңүздү. Ушундай практикада көрүң. Мына основной эки браузерде мына жерге барып жазасыз. Кайраген мына жерге барып жазасыз сүрөтүмдү. Мына жерде картинка деген сайлоо чыгат. Картинкада мышканын оң жагын басып, копировать изображение деген басасыз. Мына жерде ссылку изображение деген бар, эмне деген бар. Ондай заттарды копировать этпейсиз, тек копировать изображение деген бар. Ошондой кылып компьютерден істей берсеңиз болот сүрөтлөрдү. Эми караң, сүрөтлөрдү Ctrl-C, Ctrl-V деген комбинация тек мына жерде істей бермейді, нұсқалай бермейді. Мысалы, мынаны сайлап алдым да, Ctrl-C дедім ғой, Ctrl-C деген нұсқалап алдым. Нұсқалап алып, кайраген бір папканың ішіне кіремін, Ctrl-V мына жерге үстіне бастым. Мишканы үстіне бір мәрте басайын. Ctrl-V деймін. Мына жерге сүрөтлөрүм копировать етіледі, мына жерге нұсқаланады. Кайраген затымды Ctrl-C, Ctrl-V мен мына жерге нұсқалап алсам болады. Текстімді да, немді да ушундай кылып істей беремін. Енді текстті да айтып өтейін, текстті қайтып дұрыстап нұсқалау керек екен. Мысалы, текстім бар. Аженяс Қосыбайұлы деген Википедиядан шығады. Мына жерде Аженяс любой біреуіне басамын. Мына жерде қараң, бір текстті копировать етіп аласыз ғой, мысалы. Мишканың оң жағын басасыз, копировать дейсіз, Ctrl-C деген ол, Ctrl-C жазып қойыпты. Мына жерге енді нұсқалап алған текстімді мына жерде ашып көрейін. Мына жерге қоямын. Қоятын болсам, мышканың оң жағын басамын. Мына жерде мынандай алып қойсам, қараң, форматы мынандай көк жазу, көк нелер, ссылкалар түсіп жатыр да. Көк деген үстіне бассаңыз, сол бетке өтіп кетеді, интернет браузерді ашып кетеді. Соң үшін мына жерге сайлаймын да, Ctrl-C демеймін, Ctrl-V демеймін, қою деген. Оны мына мышканың оң жағын басып, мына вариантын сайлаймын. Сохранить только текст деген. Только текстін қояды. Көк жазуларсыз. Жирный болып тұрған болса, мына жирный болып тұрған болса, мына жерде Ж дегенді алып тастаң. Ж деген жирный болып түсіп кетті да. Мына үшіншісін басамын. Құр текст қойылады да. Мына парқын қараң, енді құр Ctrl-V мен мышканың оң жағын басып қойғанмен. Көрдіңіз ба? Мына ссылкалар болмайды. Сол ссылкаларды алып тастау керек болса, мынаған басасыз, міне. Кетіргіш дегенге. Сөйтіп, мына жерде удалить ссылку деген болу керек. Мышканың үстіне басасыз, удалить гиперссылку деген, мына жерде удалить гиперссылку бірімлеп жазып шықсаңыз болады. Сондай нұсқалауды, сурет қоюды, суреттің үстінде амел істеуді үйреніп алдық.